Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы мерекелік дастарханның қонағы болып қана қоймай, ағылшындардан қазақ тілінде бата тілек алды. 19 ғасырда еуропалықтардың ішінен бірінші болып Қазақстанды зерттеген британиялық саяхатшылар Томас және Люси Аткинсондардың ұрпақтары ата-бабасының ізімен өткен жылы Алматы облысына саяхаттады. Бұл сапарда олар жергілікті халықтың қонақжайлығына және ұлттық ас мәзіріне тәнті болған екен. Британияға оралған соң қазақ тағамдарын сағынғанымен дүкеннен бауырсақ іздеп таба алмаған. Қазақ студенттерінің шеберлік сабақтарынан кейін олар тек бауырсақ қана емес, ыстық тағамдарды дайындап үйренді. Меніңше қазақтың ұлттық тағамдарын пісіру оңай, дәмі тіл үйреді. Қарапайым дайындалатын ас мұндай тәтті болады деп кім ойлаған? Қазақстандағы естен кетпес саяхаттан кейін британиялықтар достары мен туысқандарын жинап, ұлы дала елі туралы, оның мәдениеті мен дәстүрлері жайлы жайып салады. Таныстырылымдарынан соң жақындарының да қазақтың ұлттық ас мәзіріне деген қызығушылығы оянады.